саламатсыздар ма балалар? Менің аты жөнім Маханова Алима. Бірінші Б сынып, жаратылыстану пәні. Өтебай Тұманжан атындағы жалпы орта мектебі. Ал балалар, сабағымызды бастайық. Сабақта тыныш отыруға, біріміз тыңдауға, және бірімізді көмектесуге, сабаққа белсене қатысуға уәде береміз. Ал айтайық. Жаңа күнде ашылды, айналадан нұр шашылды, қайырлы күн біз өкілді баламыз, тәсіп сәлемдесіп аламыз, мақсатымыз білім алу, күндеріміз еңгеру. Өте жақсы, жарайсың. Ал балалар енді топқа бөліп алады. Алдымызда тұрар қимақ қағаздар таңдау арқылы әр топқа бөліп қыдыра қойып. Осымен келе ойында. Ішті сақтаймыз балалар, тіпті іштірамыз. Әндейін отыра қойып. Келе қой. Топқа бөлінген жер тобы, ай тобы және күн тобы. Ал күн тобы топтың құраны қандай екен? Күн тобы. Өте жақсы. Топтың басшысы кім? Назерке. Өте жақсы. Ай тобының құраны қандай екен? Ай тобы Аллаға. Топтың басшысы кім екен? Басшысы Еркежан. Өте жақсы. Жер тобы Тұрармыз. Жер тобы жұрықта біргеміз. Өте жақсы. Топтың басшысы кім екен? Асылай. Асылай. Өте жақсы. Ал балалар, біз өткен сабақта ешқандай бәрін сақтабырайық. Өткен сабақта қозғалыстың маңызы туралы сабақ оқыдық. Қозғалыс деген не екен? Кім айтады? Қол көтеріп жауап берейік. Қол көтереміз. Кім біледі? Қозғалыс дегеніміз не? Назерке айта қойшы кім? Даусын шығара қой. Қозғалыс деген жүгіру, тамақтану. Тағы кім толықтады? Жақсы, жарайсың, отыра қой. Тағы кім айтады? Жүру, тамақтану, оқу. Тағы не қалып кетті кән? Апай. Тұра қой, кән жауап бере қой. Қозғалыс деген жүгіру, тамақтану. Апай, мен айтайыншы. Спортпен айналысу. Айтасыз, спортпен қозғалысқа жатады дейді. Ал не айтасыз өзің кетті? Қолды тұру керекті не айтайын? Апай. Қолын сүру қошын. Не айтайын демеймін? Ойланам, отыра қойасың. Ал асылбек не айтайын демеймін? Тұра қойасың. Білім алу, ойнау күн. Жарайсың. Асылай тағым, ал қолдарың бар ма? Жақсы, ары қарай. Қозғалыстың пайдасы бар ма балалар? Қандай пайдасы бар қозғалыстың бізге? Пайдасы бар ма? Қандай ма? Қандай пайдасы бар? Тыңдайықшы, айта ғой. Осы қозғалысты адам жасамаса
денсаулыққа пайдасы өте көп екен балалар. Адам қозғалған сайын оның денесі не істейді? Шынығады. Және спортпен үнемі айналысып жүреді. Не балалар? Ал қозғалыстың траекториясы дегеніміз не? Қозғалыс траекториясы дегеніміз не? Қандай бар? Ол деген адамның артында қалған із. Адамның артында қалған ізін. Ал адам ғана қозғала ма болады? Ит. Адам ғана қозғала ма? Жануарлар. Көліктер, машина, аспанда қандай із байқауға болады? Мысалы аспанның қозғалған дененің артында қалған ізді балалар қозғалыс траекториясы дейді екен біз. Енді жаңа сабақ бастайық, балалар? Ана бар бері қарап отырыңдар. Бәрін бері қарап, мына жерде жазып, тамашалайық балалар. Артымыз қараймыз. Тамашалайық.
Енді кітабымызды ашамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ғарыш әлемі. Тақырыпты ашамыз. 58 бетті ашып кітапқа қараймыз. Ғарыш әлемі шексіз екен. Ешқандай шегі болмайды екен. Кітапты ашып қараймыз. Аспан денелері күн, жұлдыз, ай және де жаңа айтылған 8 ғаламшар жатады екен. Осының бәрін ғарыштың құрайды екен. Ай мен жұлдыз күнде ғана жарқырап көрініп тұрады. Аспан әлемін астрономия ғылымы зерттейді екен балалар. Енді оқулыққа қараймыз балалар. Кітапты ашқан. Кітапқа қараймыз. Балалар, күн жүйесін 8 ғаламшар айналып жүреді. Яғни 8 ғаламшар, күн жүйесі 8 ғаламшар тұрады. Мына қараймыз. Мынау біздің күн жүйесі. Жан-жағын 8 ғаламшарлар айналып жүр. Ол үнемі белгілі бір сызық бойымен үнемі қозғалыста болады екен балалар. Менеке қараймыз балалар. Бақылап қараңызшы. Ең күнге жақын ғаламшар Меркурий екен. Одан кейін шолпан, одан кейін жер, өзіміздің қазір өмір сүріп жатқан. Одан кейін Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, ең тоғызда Нептун екен. Бұл жерде 8 ғаламшар көріп тұрғандар, және 9-шы ғаламшар болған Плутон деген. Оның көлемі кішіргеніне байланысты ғаламшарлар тізімінен тасталынған екен балалар. Енді нағыз қызық мәліметке қарайықшы балалар. Осы 8 ғаламшардың ішінде тек қана жер ғаламшардағы тіршілік бар екен балалар. Міне қараңдар. Мынау біздің жердің кішіретілік жасалған үлгісі балалар. Міне осы жерде ғана тіршілік ауа бар екен. Ал басқа ғаламшарда тіршілік те ауа да жоқ. Ауа болмағандықтан ояқта дыбыс естілмейді екен. Яғни дыбыс толқындарын жердің түсі көп болғанымен оның жарты бөлігі су басқан. Жарайды, жақсы. Қарайды бала, Уран ең суық ғаламшар екен. Яғни осы үнемі суық болып тұрады екен балалар, бірақ тіршілік жоқ. Юпитер, Сатурн, Уран және Нептунның беті дәл осы жердегідей қатты болмайды екен балалар. Қазір біздің басып жүрген жеріміз қандай? Қатты, яғни кәдімгідей басып жүрміз. Ғарышта ешқандай дыбыс естілмейді екен. Өйткені онда дыбыс толқындарының тарататын не жоқ, ауа жоқ екен. Апай, айдың дәптері жұмсақ. Иә, енді дәптерімізді ашайық. Бүгін қаңтар айының 21-і таң ашамыз. Ешқандай сұрақ қоймаймыз, тек қана жазайық. Иә, 8 ғаламшар жазамыз мына. Рет-ретмен, нөмірімен жазамыз. Мен бақыншы әрі қаңтарыншынан жазайға. Ал. Ана тақтадан жазамыз. Рет-ретмен жазамыз. Бастап жазамыз. Меркурий деп жазамыз. Екі шолпан. Нөмірімен жазыңдар балалар. Яғни әдемі, көркем, қатесіз, жазсайын жазамыз. Бір, екі деп жазамыз. Ұнау тұрады.
Hem bolğanımız oldu oy bozları, kının bolğanı bileyim. Canlı olmuşlar, kolunu koyup, kuşlar uzayı. Uzak kolu koyalım uzayı. Kolu koyalım. Bolğanımız kolu koyuyoruz. Kuşsa otururuz. Gel. Hayırlı oldu ekan. Al bala endi ko'pga жұмышаса deydi, ya. Mana 3 top. Sizlarga topshirma, bir topga yer to'g'ini topshirma, yer to'g'in, yer so'zin to'xtastirasizlar. Ya'ni yer qanday? Qanday? Sifatlar yozasizlar, tushundingmi? Yes.
Жағдайымыз бар. Келе ғой. Келе ғой Димаш. Ne hatırladın? Altın şarkı. Birinchi kunni sifatlab aytaylik. Kun qanday? Kunni sifatlab aytamiz. Kun issiq. Ya, qishlikka jarqiribdi, ya. Jayni pishini qanday? Kim betarzda. Al jen qanday? Yerni pishini kim betarzda. Jayni jen kunni aylanadi deydi. Qalamsarda yer ikkiyo'nida. Ikkiyida o'xshashlik bor. Qanday o'xshashlik bor ikkiyo'ga? Ikkiyo'da Екеуінде аспан денелері және де тағы нәрсе қалдырып кетіңдер балалар. Екеуінде пішіні дөңгелек болғандықтан ортаға жабысу керек. Теңбе тәрізділігін. Екеуінде теңбе тәрізділігін алып, жерге жабысу керек. Өте жақсы жарайсыз. Отыра ғой. Кел. Күн толы, кел, күн шығады. Келе ғой. Ал айта ғой, күн қандай? Күн қандай тыңдаймыз? Түсілік көзі туы береді, түсі сары болады, дәрмені бар. Қандай дәрмені бар? Оның өсі. Қандай дәрмені бар? Қызы дәрмені. Және пішіні тәрізді дейді. Өте жақсы. Екі бала, үш топ бір-бірін тыңдағандар, бір-бірін бағалап жүрдішкен. Екі топ, ай топ мен, күн тобы, жер топ бағаландар. Егер жақсы жауап берсе, өте керемет, орташа болса, олай, немен болса, бұлай бағаландаршқан. Мына топты қалай бағалайсыздар? Кән көтер қолдарын, қалай бағалайсыздар? Топ қалай жауап берді? Қалай жұмыс жасады? Көтерсеңдер, қалай жауап берді? Керемет пе, жоқ орташа ма, жоқ төмен ба, қалай? Қандай? Керемет пе? Өте жақсы. Мына топты бағалайықшы, мына екі топ, мына топты бағалаймыз. Қалай жауап берді? Мына топ керемет. Мына топ қалай жауап береміз? Қалай жауап береміз? Қалай бағалаймыз? Қандай ма? Өте керемет па? Мына топты бағалаймыз.
белгілі бір сызық бойымен жер айналады екен. Өте жай, баяу, белгілі бір сызық бойымен айналады екен. Ешқандай шыға кетпейді екен, жақындап та кетпейді екен. Бір қалыпта айналады екен. Түсіндіңіз ме? Таққа қарайды, шықпыл естейді. Енді қызықты мәліметті жаңа айттық, ғарышта ешқандай дыбыс естілмейді деп айттық. Өйткені оны дауысты жаңағы дауыс толқындарын тарататын ауа жоқ. Енді бізден сұрақ қойып, бүгінгі алға білімдері бойынша білімдерді қорытындылайық балалар. Бүгінгі сабақта астрономия ғылымы не зерттейді екен? Астрономия ғылымы. Айнаш денелерін зерттейді. Өте жақсы, жарайсыз. Қандай аспан денелері таныс болды? Асылбек? Аспан денелері жаңа айтып қойып, толық кім жауап берді? Толық. Басқа, Мансұр, аспан денелері қандай аспан денелері таныс болды? Ай, жер, жұлдыз, күн. Жер деп айтамыз ба? Жоқ, Неше ғаламшармен таныс болды? Қанша ғаламшар? 8 ғаламшар. Күн жүйесінде неше ғаламшар бар? Күн жүйесінде. Жаңа қосу керек та? 8 ғаламшар бар. Біз қай ғаламшарда өмір сүріп жатырмыз? Жер ғаламшарда өмір сүріп жатырмыз. Бірақ тізімнен ғана шықпауға. Енді былай істеп алады. Бүгінгі сабақ бойынша алған білімдерді тексеруге балалар, қорытындылайық. Мен сіздерге жұлдызша таратамын. Сол жұлдызшаны егер сабақты толық түсінсек жасылға, орташа түсінсек сарыға, ал мүлдем түсінбесек қызыл дөңгелекшеге әкеліп жатырмыз. Түсіндіңіздер ме балалар? Болды. Мен қашатып берейін. Барлығы бірдей. Қаяқы мен әшіп. Мына болып кезінде жер толы келе ғой. Жақсыра ойнап, ол топ отырғаннан кейін тапып шығады. Ал, келе ғой. Al енді. Ай, топ келе ғой. Картинка сақтайық балалар. Альмира. Альмира. Арасында бір-екеу ғана орташа түсінікті. Ал мүлдем түсінбедім дейді. Келу. Асылбек сабақ түсінбедім дейді. Келесі сабақта толтырып өте жақсы. Ал балалар бүгінгі сабақта бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ барлығы түсінікті.
түсінбейтін жеріңізді үйге барып кітапты ашып, оқып түсініп алуға болады, иә? Яғни толтырып жүруге болады. Енді үй тапсырмасы